Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз, арнаға тіркеліп, өздеріңізге ұнаған рецепттерді дайындап көрсеңіздер болады. Кезекті рецептпен бөліскім келіп отыр. Бұл бізде қара ұн. Қара ұннан өте дәмді, жұмсақ, табананды және сырты қытырлаған, үлпілдеген бауырсақ дайындағанды көрсететін болам. Алдымен қара ұнымыздан 3 қалақтай елеп саламыз ыдысымызға. Құрғақ дрожжды қосып, тұзды қосып, алдымен құрғақтай тұрғанда ұнымызға біркелкі етіп араластырып аламыз. Одан кейін дайындап болған жылы суымызбен орташа тығыздықтағы қамырды илеп, ыдысымыздың бетін жауып қоямыз. Қамырымыз әбден дайын болғанға дейін арасында 3 рет немесе 4 рет қамырымызды әбден иінін қандырып, қайтарып басып отырамыз. Мына жерде қамырымыз дайын, 4-ші көтерілуі. Енді противеньге пергамент қағазын төсеп, жаңа қамырымызды 2-ге бөліп, осындай табананымызды домалақтап дайындап аламыз. Осындай жан-жағын қолымызбен дайындап, енді үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, және қара күнжіттен сеуіп, тағы да бір жарты сағаттай қоя тұрамыз. Нанымыз көтерілгенге дейін. Нанымыз көтерілді. Енді қызып тұрған духовкаға протеинді салып, бір жарты сағатта өте дәмді, жұмсақ осындай нанымызды, табананымызды пісіріп аламыз. Оған дейін міне сырты қытырлаған, үлпілдеген өте дәмді бауырсағымызды қуырып алдық. Ас болсын.